Ассаламуалейкум, құрметті көрермен, Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғалар салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. 7-ші шақырылған Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының кезекті 13-ші сессиясында өңірді дамыту жоспарын іске асыру және облыстық бюджеттің орындалуы қорытындыланды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерінің өсу қарқыны жоғары. Атап айтқанда өңірдің экономикасы 3%-ға, жалпы өңірлік өнім 14%-ға өсті. Осы жылдың бірінші тоқсанында экономика 7,7%-ға өсті. Орташа республикалық көрсеткіш 4,7%-ды құрады. Өнеркәсіп өнімнің көлемі 4%-ға, инвестиция 14%-ға, тұрғын үйді пайдалануға беру 10%-ға артты, деді Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев. Айта кетейік, былтыр облыс бюджетіне 485,9 миллиард теңге кіріс түскен. Шығыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы саласында 53 миллиард теңгенің 13 инвестициялық жобасы іске асырылып жатыр. Бұл жобалардың көпшілігіне мемлекеттік қолдау көрсетілуде. Бұл туралы облыстық мәслихат сессиясында өңірді дамыту жоспарының іске асырылуы және 2023 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы баяндама жасаған Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев мәлім етті. Өткен жылы ауыл шаруашылығына 48 миллиард теңге, азық-түлік өндірісіне 8 миллиард теңге инвестиция салынды. 437 миллион ақш долларының өнімі экспортталды. Өңделген өнімнің үлесі 43%-ды құрады. Агроөнеркәсіптік кешендегі міндетіміз ауыл шаруашылығы өнімдерін шығару мен өңдеуді ұлғайту. Осы жылғы 53 миллиард теңгенің 13 инвестициялық жобасы іске асуда. Бұл ретте жобалардың көбі жеңілдетілген несие беру бағдарламаларымен, сондай-ақ инвестициялық салымдарды субсидиялаумен қолданды, деді Шығыс Қазақстан облысының әкімі. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысында былтырдан бері 6 ірі сүт фермасын салынып жатыр. Жалпы құны 21 миллиард теңге болатын. Бұл фермалар жылына 40 мың тоннадан астам сүт өндірмек. Ауыл аманаты жобасы аясында 22 ауыл шаруашылығы кооперативі мен 1000-нан астам жұмыс орны құру жоспарлануда. Шығыс Қазақстан облысында спортты дамытуға айтарлықтай қолдау көрсетіліп жатыр. Былтыр өңірде барлық 15 спорт нысаны пайдалануға берілген. Биыл Тарбағатай ауданының Тұғыл ауылында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылады. Бұл қадам жергілікті тұрғындардың бұқаралық спортпен шұғылдануына жағдай жасау және белсенділігін арттыруға бағытталған. Сонымен қатар Марқакөл, Бозанбай, Тавре, Үлкен Нарын және Қатонқарағай ауылдарында салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің құрылысы ерекше бақылауда. Бұл жобалардың құрылысы жуықта аяқталады. Сонымен қатар биыл Тарбағатай ауданының Ақжар ауылында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенінің және Зайсан ауданының Айнабұлақ ауылында спорт модулінің құрылысы басталады. Жаңа нысандар жергілікті тұрғындарға қазіргі заманға сай әртүрлі спорт түрлерімен айналысуға мүмкіндік береді. Оңтүстік өңірдің 30-ға жуық тұрғыны Шығыс Қазақстан облысына арнайы сапармен келді. Алдағы уақытта аймаққа түбегейлі қоныс аударуды ойға алған жолаушылар Күршім мен Марқакөлге ат басын бұрды. Шығыс Қазақстан облысындағы бірнеше қала мен ауданға қоныс аударушыларға арнайы квота бөлінген. Айта кетейік, қоныс аударуға берілетін бір реттік субсидия биыл 70 айлық есептік көрсеткішке тең, яғни 258.440 теңге. Бұл отбасындағы әрбір адамға берілетін төлем, ал экономикалық ұтқырлық сертификатын тұрғын үй құнының 50%-ын өтейді. Тек бұл сертификат құны 4.282.720 теңгеден аспайтын баспана алуға беріледі. Кейін кезде қала тұрғындарынан көшені жарықтандыруға қатысты айтылып жатқан сын көп. Тіпті кей көшелерде жарық мүлдем жоқ, ал бұл қылмыстың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сол себепті Өскеменде жарықтандыру жүйесінің кешенді техникалық аудиті жүргізіледі. Естеріңізге сала кетейік, облыс орталығындағы көше жарықтандыру жүйелерін жаңғырту 2020 жылы басталған. Жиынға қатысқан облыс әкімі Ермек Көшербаев жарықтандыру мәселесі өте өзекті екенін айтып, бұл бағыттағы жұмыстарды созуға болмайтынын жеткізді. Біз бұл мәселеге барынша ден қоюға тиіспіз. Өйткені халық жарықтандыруға қатысты көп сын айтуда және бұл ол орынды. Ендігі міндетіміз жобаның түпкілікті мақсатына қол жеткізу және қала тұрғындарына оңтайлы жағдай жасау. Бұл бағытта талдау жүргізіп, жұмыс жоспарын әзірлейтін боламыз деп атап өтті өңір басшысы. Шығыс Қазақстан облысының аумағындағы өзен көлдерге шабақ жіберу маусымы басталды. Мұндағы негізгі мақсат өңірдегі өзен көлдердің экожүйесін қалыпқа келтіріп, су айдындарындағы балық
санын көбейту. Осы мақсатта биыл бұқтырма су қоймасына 25,4 миллион шабақ жіберілді. Өзен көлдегі балықтарды өсіріп отырмасаң, оның да қоры азайып, байлығы ортайып қалатыны белгілі. Сондықтан өңірдегі су қоймаларына, өзен көлдерге балық шаруашылықтары тоғандарына шабақ жіберу үрдісі жыл сайын жүргізіліп келеді және болашақта да жүргізіле береді. Бұл науқан, яғни су айдындарын балықтандыру, өзен көлдердің экожүйесін қалыпқа келтіру және тауарлық бағыттағы балық санын арттыру жоспарының шеңберінде жүзеге асырылады. Еліміздің су ресурстары және ирригация министрлігі Зайсан ауданындағы Кендірлік өзенінде су қоймасын салуды жоспарлап отыр. Жаңа су қоймасы 60 миллион текше метр су жинай алады.